арасында шекара болу керек. Мысалға не деп айтсаң екен, осы айтқым келіп отыр біздің перделер туралы. Мама, сіз айтасыз ғой маған, мен перделерді өзгерткім келеді, ашық түске жаңағы өзгерткім келеді, жаңалағым келеді мама деп. Сонда сіз айтасыз ғой, не деп айтасыз мама? Мен бұны өзгерткенін қаламайым. Себебі бұны сен еңбекпенен тоны Құдайға демалысқа барғанда арқалап келдің. Качествосы жақсы. Үйді керемет күннен қорғап тұрады. Сосын әр заттың да судың да сұрауы бар дейді. Бұл сенің еңбегіңе келген затты сен лақтырып тастайсың ба сонда оны алып тастағанда? Жаңалап? Жоқ, мама, мен оны лақтырып тастамаймын ғой. Енді не істейсің? Басқа бір неге жаратармын. Бірақ енді жаратасың, сен көрпістемейсің, пододение қылмайсың. Осы тұрғаны жақсы айналайын. Мама, міне енді осындай жаңағы енелер келіндеріне, мысалы, үйде әдемілегісі келеді, жаңа түс қағаздарды үйдегі өзгерткісі келеді. Сіз енді мама көбіне көп соған маған енді мен ұқсап келмеймін. Себебі бәрі де орнымен тұр, әдемі тұр. Оны қайта-қайта алып тастай бергеннің не пайдасы бар бұл? Әдемілеген. Мама, енді заманауи қылғың келеді, кішкене деген енді деген жаңағы деген енді өзгерткің келіп, солай жасағың келеді ғой енді. Жаңашалап, қазір деген бәрі аппақ қылып, жан-жақтың бәрін аппақ қылып өзгертеді. Жаңағы жиһаздарды да ақшыл, бізде енді классика түрінде енді кішкене қоңыр түстен соны айтамыз ғой енді. Енді дұрыс қой, ол да өзгерткенде дұрыс қой енді. Өзгерткенде енді бұйырса келін алғанда өзгертерсің. Енді мынау қазір қазір өзіміз отырмыз ғой. Бәрі де классика, өзі подсвет, бәрі де үйлесіп тұр. Мысалға маған ұнайды. Мама, енді деген осы жерде көбіне көп жаңағы келін мен ененің арасындағы жаңа шекаралардан өтіп кетуі жағататын уақыты. Мысалға келін келіспейді. Енді мен әбден келісіп болдым ғой, енді бірге жүріп, мама сол түсем қайтеді, мама бүйтсем қайда өйстіп алып, мына жерге қойғым келеді деген екеуміздің келісіміміз арқылы жасалынған дүниелер ғой. Енді бірақ алдында мен ана современный не алдым ғой, жаңағы орындықтар далаға қойып, ана біздің тапчан болды ғой, сол тапчанды сатып жіберіп, сонда сіз келіспей алдыңыз ғой. Енді мынаны неге сөйттіңдер? Астанада жүргенде өзгертіп жібердік қой біз оны. Оны өзгертіп жібердіңдер, ол жазды күні рахат еді. Шайды соның ішінде көрпені салып отырып, шай ішетін едік. Енді мама бүкіл орындалады да. Енді орындалады, сендерге барлығы современный столға отыру керек қой. А бізге жерде бір майдам аяғымыз созып, көрпеде көшке сүйеніп отырған жақсы көреміз. Енді сендердің де айтқандарың болсын деп, енді сатып жүрген затты қайтып келмейді ғой. Енді қайыр болсын, ол алған кісіге де жұғысты болсын, жақсы болсын, бастары өссін. Мама, енді бұл енді жаңағы әке шешеміздің үйі қара шаңырақ деп айтамыз. Жалпы өздеріңіздің еңбектеріңіз сіңген, сол папам екеуіңіздің ар жақ, ана үлкен ата мен әже бар жақтан алып келе жатқан қара шаңырақтарыңыз ғой. Енді бізге бұйырып қара шаңырақ. Енді осы жағынан көбіне көп келін түскеннен кейін енді өзінің үйіне түспейді, қара шаңыраққа түседі ғой. Сол уақытта енелер, мынау менің үйім болғаны, ертең өздерінің үйлерің болғаннан кейін ережелеріңді орнатарсыздар. Бұл менің үйім, біздің үйіміз деген шекаралар болып атады. Сол дұрыс па? Соған ойыңыз қалай? Ол дұрыс емес. Ол кенже бала ма? Кенже бала сол қара шаңырақтың иесі, соның ойыменен, соның несіменен, тәртібіменен бағынып соған сену керек балдарға. Ерікті беру керек қой, негізі. Мама, осыған байланысты қазір қоғамда пікірталас болып жатыр.
Дариға Бадықова дегенді танисыз ба, актриса? Танимын, иә. Сол актриса «Ыстық ұя» деген жақсы фильм маған ұнады. Мен жаңағы театрдан барып, кинотеатрдан барып көрген жоқпыз да. Енді бірақ Сімке екеуміз барып қарамыз келеді. Бірақ үзінділерін, елдердің өздерінің ойларын қарап жатырмын, иә. Сіз де көрген жоқсыз, мама, көрсетем, артынан көретін Көрген боламыз. жоқпын. Иә, сол «Ыстық ұяда» қыз бала ғой, қыз бала үйде жаңа үйді өзгертеді, үйін салады, сосын жаңағы мамасы сонда тұрып атады, сосын ол Кореяға жұмысқа кетіп, ақша тауып, жаңа үйді салып, реттеп, ішін жаңа дұрыстап сөйтеді. Сосын келгеннен кейін мамасының қасында тұрғысы келеді ғой. Сонда жаңа үйді қара шаңырақ деп айтқаннан кейін кетіп жатыр ғой бұл әңгіме. Кенже балада қалу керек қара шаңырақ деп. Сосын жаңа бәрі сол үйге таласады. Оған дейін қызымен күйеу баласымен тұрады жаңағы мамасы. Оған дейін жаңағы ол кісіге қарамайды, жағдай жасамайды. Сосын қыз ғой, енді қыз жана шейіт деп, қыз бала. Сосын енді бұл үйде мен қалам дегенде, сосын қайтсы екен білмеймін, енді мен эпизодты дұрыс түсінбедім. Сосын үйді өртеп жібереді. Сол кезде, иә, анасы сол кезде жаңағы құлайды жаңағы жүректен. Сол жағынан қалай ойлайсыз? Сол дұрыс па? Үйді кім өртейді? Үйді кім өртегенін білмеймін, мен де әлі ол фильмді до конца қараған жоқпын ғой. Құдай сақтасын. Сол таласады да жаңа үйге салып. Қызғаныштан сол таласудың керегі жоқ қой. Кімнің еңбегі сіңді анаға. Сол ие болу керек қой. Сол ие болу керек. Қызғаныш деген жаман болады. Ол түбінде соны істеген адам, Алла оны көріп тұр, түбі оны оңдырмайды. Түбі оңбайды. Қызғаныш дегенің бойында болмасын, айналайын. Сен көңілің ақ, сол ақ көңіліңменен жүре бер. Қызғаныш деген болмасын. Жоқ, мама, жаңа киноға байланысты айтып отқаным түсіндім. Өзіңнің кеуіліңнің ақтығын айтып жатырмын мен. Бұндай жағдайда жаңағы не істеу керек сонда? Қалай әңгімелесу керек пе еді? Бұлар арасын ашып алу керек пе еді? Сондай кикілжің жағдайлар көп та, соның барлығы ол неге байланысты болып жатыр, мама? Неден туындаған дүние ол? Абзалы мана айттық, алдындағы тақырыпта айттық біз кіші буын мен соңғы буынның арасындағы айырмашылықтарды. Ал бұл жағдайда қалай ойлайсыз? Неліктен болып жатырған жағдайлар? Бұл жағдайда қызғаныштан болып жатыр. Қызғаныш деген не жалпы көрерменмен бөлісіп кетсек? Қызғаныштан болып жатыр. Ана үйде мен неге тұрмаймын? Я болмаса сатып жіберіп, ақшасын неге алмаймын? Сол бәрі қызғаныштан болып жатыр. Ол болмайды. Анаға қайсының еңбегі сіңді, қайсы салды, сол бала анасымен тұру керек. Егер анасы жоқ, балдарым, мен үлкейдім ғой, мына үйді сатыңдар да ақшасын бөліп алыңдар деп өзі анасы ұқсат берсе, онда сатып ақшасын бөліп алу керек. Енді көп жағдайда жаңағы келіндер әке шешесімен тұрғысы келмейді. Бір үйде тұрғысы келмейді. Әкесі бар де, шешесі әкесі бар десе, жаңағы мен қалаулымды көрем ғой, осы ермек қылып. Әке шешесі десе тітіркеніп, жоқ, әке шешесімен тұрмаймын мен, тек қана өзіңмен тұрам дейді. Ол болмайды. Неге мама көп жағдайда айтып атырады ғой, жаңа әке шешесі бөлек тұру керек, келін балаға жаңағы өсулеріне, дамуларына, олардың үй болып кетуіне, өзді болуына кедергі жасамау керек. Енді осы жерде менің ойыма келіп отыр. Менің де жолдасым жалғыз қала ғой. Мына Ашылсай деген Ленский районға заводтың директоры қылып жіберді. Сосын атам, енем, менің өзімнің анам, менің 3-4 балам, ол уақытта ақсарым жоқ, 4 балам, бәріміз бірге тұрамыз бір үйде, ешқандай ұрыста жоқ, кеште жоқ, 3 қыз күйеуде. Сосын атам менен әжем ұқсатын берді.
амандық болса жалғызым жас шыққасын біз көшіп барамыз. Атам әуелі барып көрді, қандай жер екен деп. Атам енді үлкен кісі болғанменен өзі начальник станция болып істеген сауатты, көзі ашық адам еді. Өзі барып, сол баласынан еріп барып, Аршылсайдың қандай жер екенін білді. Көкірек көк шалғын ағып атқан су, ауасы жақсы, егіс егетін керемет жер екен. Балам, жас шыққасын амандық болса біз барамыз, балдарыңды алыңдар да көшіңдер деді. Міне бізге еркіндік берді, біз көштік те кеттік. Жалғыз бала бақпай кетті деген әңгіме болған жоқ. Сөйтіп тұрғанда Алланың, ол біз айтамыз, бәрі Алладан болады. Алла екеуінде сол жазға жеткізбей, әуелі атам қайтыс болды, одан кейін 40-ын істеп жатқанда әжем қайтыс болды. Екеуді сол шалқарда топырағы бүйіліп, сол шалқарға көміп кеттік. Сол Аршылсайға кеттік. Сонда тұрдық. Сонда мама, яғни ешқандай шектеу жоқ дейсіз ғой? Шектеу жоқ. Егер ата-ана жақсы болса, ата-ана, ол ата-анаға байланысты шектеу. Ол шектеудің барлығы ата-анадан шығады. Ол жалғызым сенің жолың, сен оқыдың, тоқыдың, еңбегің көтеріл, ана бастығың қолдап сені жіберіп жатыр екен. Жұмысыңды істе, алдыңа кесел болмайық деп жіберді. Жалпы, көрермен, біздің айтпағымыз, мама, яғни қандай да бір жан ұяда келін мен ененің арасында ешқандай шекара жоқ. Ол тек сыйластық. Сыйластық болған жағдайда бәрі де жақсы болады. Ал құрметті көрермен, бүгінгі тақырыбымыз жалпы жақсы болған сияқты, мама. Біздің әрбір тақырыбымыз ойландырардай, сіздердің әрбір жазып жатырған ойларыңызға байланысты, әр қарай қоғамда болып жатырған кикілжіңдерге байланысты, және қарапайым біз сияқты отбасында келін мен ененің арасындағы шынайы әңгімемен жалғасуда. Ой, жарығым, шынайы. Сен шынайысың ғой, жарығым. Мама, енді осы жерде көрермендерге айтар рахметім бар. Себебі біздерге жақсы пікір жазып жатырғандар бар. Рахмет. Соның ішінде маған қызметте жүріп, үйдің де тірлігін алып, ененің де ризашылығын алып, осындай бағдарлама ашып беріп енеңе, ермек болсын, айтары бар үлкендердің, ойларын айтсын. Енеңнің де іші толып қалған екен, кейде тоқтамай кетем ғой мен. Шынан да бір мезгіл сырласқанға не жетсін? Сырласқанға не жетсін? Іште ешқандай дақ қалмайды ғой. Ертең мысалға мен өлсем, осы әңгіменің бәрі сенің есіңе түседі. Менің енемен сөйтетін едім дейді. Сені мен балапандай байпап, жұмыртқадай шайқап қарсы алдық. Сол күніңменен 3 балаға ана болсаң да, маған әлі баласың. Жарығым, жұмысың жүрсін. Аумин. Осы жерден айтайын деген құрметті көрермендер, ене мен келіннің арасында шекара жоқ, ол тек қана сыйластық. Каналымыз ұнаса біздерге лайк, лүпіл басыңыздар, каналымызға жазылыңыздар.